Республикалық тамыз кеңесінің пленарлық отырысы 25 тамыз күні бірыңғай форматта өтетін болады. Яғни республикалық бірыңғай пленарлық сессия өз жұмысын Шымкент қаласында 20 өңірдің тікелей қосылуымен офлайн және онлайн режимінде сағат 10:00-де бастайтын болады. Конференцияға қатысушылар президент әкімшілігінен, үкімет мүшелерінен, және сонымен қатар ұлттық құрылтай мүшелерінен, және сонымен қатар мынау бақ өкілдерінен, білім саласының ардагер ұстаздарынан, педагогтардан, білім мекемелерінің басшыларынан, және балалардың құқығын қорғау өкілдерінен, аудан қала әкімдері, мемлекеттік қызметкерлерден тұрады. Яғни барлық бас қосудың негізгі мақсаты осы жаңа оқу жылы қарсаңында балаларға сапалы білім беру, тәрбие беру, материалдық базасын нығайту, алға қойған реформалар, оқу бағдарламалары, олардың балаларға беру жүйелері толығымен талқыланатын болады.